Көктем шыға таулы аймақта найзағай түсуі жиілеп, өрт қаупі артады. Тосын жағдайға сақадай сай тұру үшін Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық паркінің қызметкерлері де оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Табиғат сақшылары үшін бұл науқан маңызды, себебі алманың түп атасы саналатын Сиверс алма ағашы дәл осы Жетісу Алатауында өседі. Сарқан филиалының қызметкерлері 134 мың гектар орман қорына жауапты. Сондықтан саладағылар таулы аймақта атқаратын іс-әрекетін пысықтады. Мұндай оқу-жаттығудың тиімділігін Алмат Есімбеков өткен жылы шөп өртенгенде анық байқаған. Өрт шығу себебі найзағай түсуінен. Оған бардық, құрал жабдықтар шартылдақ, воздуходув, су тасығыш ыдыстар, күрек, балта, сонымен бір сағаттың ішінде залалсыздандырдық, өтті. Оқу-жаттығулардың көп көмегі тиеді осындай өрт кезінде. Оқу-жаттығуға 50 шақты адам жұмылдырылды. Олар өрт сөндіру техникалары мен құралдарын тексеріп, жеке бас қауіпсіздігін сақтау тәсілдерін қайталады. Наши ребята также доводят. Біздің қызметкерлер парк аумағына жақын елді мекен тұрғындарына өрт қауіпсіздігін түсіндіру алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар табиғатты қорғауға бейжай қарамайтын жандардан еріктілерді жасақтадық. Төтенше жағдай бола қалса, оларды жұмылдыратын боламыз. Елімізде өсетін Сиверс алмасының 48% осы парк аумағында шоғырланған. Аталған жеміс ағашы мен жануарлар әлемін қорғау үшін паркке 2 жылда 20 шақты техника беріліп, өрт сөндіру бөлімшелері ашылды. 356.222 гектар аумақ бар. Ол Алакөл, Лепсі және Сарқан филиалдарына бөлінген. Оларда 3 жаңағы орман өрт сөндіру станциялары құрылып, оларда өрт сөндіру техникаларынан 3 бірлігі бар. Және 4 бірлік жаңағы кіші өрт сөндіру МЛПК дейміз, солар бар. Онымен қосымша жаңа тағы 9 техниканы басқадағы облыстағы нацпарктардан жаңағы алуды жоспарланып отыр. Қар көбесі сөгілген соң саладағылар орманды алқапты айналдыра жер жыртып арнайы жолақ жасайды. Осындай жүйелі жұмыс нәтижесінде кейінгі 10 жылда ұлттық парк аумағында орман өрті болмаған. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.